Қылша тұқымын өсіру және заманауи әдіспен өңдеу технологиялары. Қылша тұқымын өсіру бір балық. Оны тағы да өңдеу керек. Ол кәдімгідей, бұрын осы Шуда тұқым заводы болды. Онда да ондай емес. Просто әйтеуір тазалап, бүйтіп, дәрілеп шығаратын. Ал енді қазір бұл тұқымды өңдейді. Сол туралы айтам, оны дрожжелейді, инкрустациялайды, химикатпен орайды, домалақтап, түйшіктеп қазір шығарады солай. Біздің өндіріске пайдалануға жіберген будандардың тұқым шаруашылығы өндірісінің сызбасы. Мына бірінші неде біз егіншілік ғылыми зерттеу институты аналық формуларды көбейтіп шығарамыз біз. Суперэлиталар шығарамыз. Бізде суперэлитаны жаңағы айтып отқан Панфилов ауданындағы қамқорлық жауапкершілігі серіктесі бар, элиталық шаруашылық. Ол ары қарай элита шығарады. Мына жақта элиталық тұқым шығарады. Ол бірінші жылы, екінші жылы. Енді анау үшінші тұқым өсіретін шаруашылықтар. Бізде сол жоқ. Міне мәселе қайда жатыр. Ол тұқым өндіретін шаруашылықтар мына элитаны алады да, ары қарай апарып, первая репродукция дейді мынау. Мынау гибрид. Осы жағы бізде кепші болып жатыр. Содан кейін мынау жағы қылшан тұқымын өсірудің үш әдісі бар. Мына высадочный способ дейді. Бұл дәстүрлі әдіс. Бұны кәдімгі фабрикалық қызылша сияқты көктемде егеді. Бірақ фабрикалық қызылша сияқты жиі екпейді. 80-100 мың растение болатында екпейді. Бұны 140-160 мыңдай бір гектарында өсімдік тұратындай жиі қылып егеді. Не үшін? Күзде мынаны қазып алады. Күзде тамыр жемістерді қазып алады. Оны сағағынан 5 сантиметр қалдырады. Жапырағын кесіп тастайды. Соны қағатқаса траншеяда сақтайды. Сосын келесі жылы көктемде траншеяда шығарып, алқапқа отырғызып, содан тұқым алады. Бұл өте ауыр жұмыс. Өте ауыр жұмыс. Адамның қолы күші керек, қаншама техника керек. Және де қыста сақталған кезде ірі тамыр жемістер болғаннан кейін олар шірейді. Где-то 40-50%-ға дейін шіріп кетеді. Масқара. Сондықтан да қазір біздер институт 2 жыл емес, 1 жылдық циклмен шығаратындай 2 әдіс ұсынып жүрміз. Мына біріншісі көшетсіз қарыққа себу. Мына борызды ғой. Ана дәстүрлі әдіспенен бұлай еге алмайсың, ол үсіп кетеді. Мына қысқа кеткенде үсіп кетеді. Сондықтан да борыздың ішіне егеміз біз. Қарықтың ішіне егеді сайда. Мына адамның кеудесінде тұрған жерде 30 градус суық болатын болса, ана қарықта 10 градус болады екен. Температура. Минус 10 градусқа шыдатып береді мыналар. Мына көрдіңдер, осы қаптында мынау. 1,5-2 сантиметр диаметрі. Сондай көрдіңдер, 7-10 грамдық көрдіңдер. Осы неткенен кейін көктемде, мынау қысқа кетерде бұны жабамыз, окучивать етіп. Точка роста түсіп кетпесін деп. Мынандай қар қалың болса жақсы. Қар жоқ жылдары түсіп кетеді бұл. Сондықтан да мұны окучивать етіп жабамыз. Мына енді сол қыстап шыққан тұқымды қызылшаның гүлдену кезеңі. Кісінің бойындай болып шығады. Мына енді жаңағындай көшіріп отырғызған емес, сол қыстап шыққан тұқымды қызылша. Сосын гүлдеп тұрған кезде бір атқарылатын жұмыстардың бірі дополнительный опыление дейді. Мынаны айқасты қосымша тозаңдандыру керек бір-бірімен. Сол үшін 2 азамат арқан байлайды да жүріп отырады. Өте ауыр жұмыс бұл. Өте ауыр жұмыс. Енді екінші әдісіміз бұл көшіріп отырғызу әдісі. Жаңағы қарыққа себу тамыз айында себіледі.
тамыз, август айында. Август айында егеміз, сол қыстап кетеді. Келесі жылы августта жинап аламыз. Сонда бір жылдық циклмен аламыз. Мынау екінші жаңа көшіріп отырғызу әдісі. Бұл да сол шілде айында, шілденің аяғында егеміз. Алқапқа жаңағы безбүрсін ішін сияқты егіледі. Бірақ бұны күзде қазып аламыз. Мынандай көрді. 80-100 граммдық көрдір. Мыналар қыста шыдамайды. Сондықтан қазып аламыз да, мына сағағынан кесіп тастаймыз жапырағын. Жапырағын кесіп тастаймыз, мынаны кагатта сақтаймыз, хранилищеде. Теплицада өсіреміз жаңағындай корындарды. Мынаудай. Мынау сол корындарды фракцияға бөлгендегіміз 45 грамдығы, мынау 60 грамдығы, мынау 80 грамдығы. Бұлардың бәрін сол мынау жаңағы хранилищеде сақтаулы тұр. Хранилищеде сақтаулы тұр. Ал енді анау үлкен корындарды біз траншеяда сақтаймыз. Мынау кагат дейді, кагатный траншея. 1 метр тереңдікте осы жаңағы корындарды саламыз да, топырақпен кетеді 20 сантиметрдей жабылып беті. Солай қыстап қалады. Енді жаңағы ұсақ тамыр жемістерді штекіліктер деп атайды. Бұларды отырғызған кезде фракцияға бөлеміз жаңағындай. Мына 30-45 дейінгі граммға дейінгі фракцияларды 60-та 20 сантиметр аралығында алқапқа отырғызамыз. Одан ірілер 60-та 30 сантиметр қоректендіру алаңыменен отырғызамыз. Бұларды отырғызған кезде тіп-тік отырғызу керек топыраққа. Сонда жақсы детеді. Гүлдеу кезіндегі бір жұмыстары чеканка деген болады. Чеканка деген орталық сабақтың ұшын кеседі. Сонда қоректік заттардың бәрі боковой сабақтарға кетеді, жанама сабақтарға. Сонда тұқымы ірі болып шығады. Қылжан тұқымы. Оны пенисировка дейді. Бұл енді өте ауыр жұмыс. Пенисировка мұның төбесі кескен емес, жан-жағындағысын да кеседі. Лазермен кесуге болады ма? Лазермен. Лазермен? Лазермен кеседі ғой, лазермен. Лазер. Ондай да болады. Просто ручной, мысалы, қолмен жүріп. Біз ана секатор бар ғой ға? Осы газонды кеседі секатор. Сонымен жүргіземіз. Иә. Осы бір ауыр жұмыс енді осы. Бұл тұқым ірі болу үшін, біркелкі болу үшін есептейміз ғой. Бұнау енді жаңағы көшіріп отырғызған. Бұл енді анау қыстап шыққан не сияқты тік тұрмайды. Қыстап шыққан кісінің бойы деп отыр ғой бағана көрдіңдер. Ал енді бұл бір жаманы тамырмен отырғызған, көрінбей отырғызғаннан кейін суарған кезде құлайды екен жадығар. Бір кемшілігі осы еді. Құлайды. Мына сол фракцияға бөлгендегі тұқымды қылша біркелкі піспейді. Қылшаның тұқымы 45 күнге дейін гүлдейді. 40-45 күн гүлдейді. Сосын біркелкі піспейді. Егер пісіп кететін болса төгіліп қалады. Өте бір жаман қиыны. Сондықтан да анау 40-50% көгеріп қоңырқай тарта бастағанда мына реглонменен десикат жасаймыз. Обработка жасаймыз, десикат. Ананы кептіреді. Оны реглонның бір жақсы жері тұқымды қатып тастайды екен, сабағыдай жабысып. Төгілмейді екен. Сөйтіп кептіріп, мына жол дермеге шауып алдық. Күн ыстық. 40-50 градус ыстықта 45 күн шыдап тұру болу мүмкін емес қой. Сондықтан да мына несі сқойшысы біздікінің нашарда болып отыр. Мына шетелдік будандардың барлығы. Мен Польшада болдым, Украинада болдым, Францияда болдым. Барлығы жерорта теңіздің маңында қылжан тұқымы сол жерде өсірді екен. Ол жерде өзің айтпақшы, қысы жазы бір температура. +25 градус. Ылғал мол. Гүлдеп тұрған кезде ана тура сқойшысы 100% болатындай бар. Бізден сол жағынан кішкене кемшілік, біз енді оны
барып кішкене температураны басып жүрміз. Комбайнмен орбағаннан кейін, бұның ана бір қылшан тұқымдығының бір жаманы, сабағына дейін бәрі ұмытылып кетеді. Оның бәрін ана ворық дейді, топан. Соны енді тазалап алу үшін, ана ОС 4,5 деген бар, 4,5. SM4 деген бар, онымен тазалай алмаймыз. Кептетіп қалады. Бір жақсысы мынау горка деген. Осыменен біз тазалап жүрміз. 99%-ға дейін тап-таза қылып шығарады. Қылшан тұқымын. Мына бункерге саламыз. Мынау палатына былай артқа қарай айналады. Соны қылшан тұқым мынаға түседі, домалап былай келеді, тазасы. Ал енді анау сабағы, жаңағы шаң, тозаң бәрі мына артына түседі. 99%-ға дейін таза болып шығады. Мына енді комбайннан кейін бастапқы тазалау, жаңағы көрсетіп жатқаным, горкаменен тазалайды. Сол жерде кептіреміз. Одан кейін екінші тазалау басталады. Екінші қылшанның тұқымы бұжыр-бұжыр болып келеді. Көрдіңдер ме? Мынаның айналасы түгел бұжыр-бұжыр. Бұны осы қалпында ексеңдер, всход шығу өте қиын. Ылғал жете алмайды топырақтан. Сондықтан да мына жан-жағымыз шлифовка жасаймыз. Жонамыздан. Мына дәнге дейін апарамыз. Мына ғой дән. Жаңғақ деп атады. Осындай қып тұрып, осындай қып жонамыз. Мына шлифовальный аппарат сол. Жан-жағын жонады. Домалақ қып тұрып. Сосын апарамызда мынадан ұшырамыз. Аэродинамический сепаратор дейді. Фракцияға бөледі. Желменен ұшырады. Мына енді соңғы жаңағы аэродинамический сепаратордан кейін мына машиналармен тазалаймыз. 2017 жылы мен осы қант қызылшасын обработка жасайтын цех ашам деп жоба ұтып алдық біз сол кезде. 250 миллионға. Қазір біздің институтта осы қызылшаның тұқымын өңдейтін, дәрілейтін, дрожжирование жасайтын, инкрустация жасайтын цех бар, заманауи. Мынау сондағы оборудованиялар. Мынау Тайхо деген Қытайдікі. Ана тұқымның светіменен, түріменен. Қара болса қара, ақ болса ағын бөліп лақтырады. Өте производительный жақсы машина. Мен түгел тазалап алып келгеннен кейін, жаңағы шлифование жасап, домалақтап, мынандай алып келгеннен кейін, мынау дрожжиратор дейді. Осы дрожжираторда жаңағы инкрустация жасайды, дрожжирование жасаймыз, домалақтап, түйіншіктеп. Осыдан шыққаннан кейін, мына сушилка, осында кептіреміз. Бұнда температура 40 градустан асу керек. Егер 40 градустан асып кететін болса, ана тұқым күйіп кетеді, всходысы жоқ болады. Қашан осыдан 2 жыл бұрын қойдым. Флора мен Депреден Францияның Ардан деген тұқымын алдырыпты. Түгел шықпай қапты. Соны барып тексеріп қараса, олар енді дрожжирование жасағанда, тура Сибирьдің алдында дрожжирование жасаған, кептіру үшін жаңағы нені мына сушилкада температураны көтеріп жіберген ғой, тезірек кептіру үшін. Соны ананың бәрі өтіп қалған. Талай шаруалар жылап еңіреп далада қалды ғой. Не оны уақытында жаңа тексеріп үлгермеген, шықпай қалған. Бір өте жаманы сол. Бұны ертерек алдын ала дрожжирование етуге болмайды. Өйткені жаңа домалақтап түйіншіктегеннен кейін, ол 5-6 айдан кейін оның всходысы төмендеп кетеді. Тұншық қалады ғой домалақты. Сыртын түгел қаттап тастағаннан кейін. Мына сол тұқымды дрожжилеу процесі, дрожжилеймізде, мына бояп жатыр біз жерде. Мына бояу дайындап жатырмыз. Өзінің жаңағы краскасы болады, семенаны бояйтын. Сосын домалақтау үшін инертный материал дейді, ана ағаштың ұны. Ағаштың ұнын Россиядан алдырамыз біз. Ұнтақ сонымен
домалақтап түйістеп, содан кейін мына калибровка жасалады. Мына жерде 3,5-4,5 фракциямен бөліп аламыз. Препараттар қолданылады, круизер деген бар, форс магдан деген бар. Бұлар инсектицидтер, бұлар жаңағы құрт құмырсқа, қоңызға арналған. Енді ауруға арналған мына тачигария, ТМТ деген фунгицидтер. Сосын мына симулятор болса дейді, изобион қосамыз. Вапоргард деген пленкообразующий вещество, жаңағы дәннің сыртын қапталатын. Сол мультимастер деген краска бар. Сосын древесный мука, жаңа айтқан дополнительный транжирование жасаған. Сосын краска дейіліп. Сол мынау ақсу деген буданның инкрустацияланғаны. Қандай препарат қолданғанымыз жазылған. Тұқымды обработка жасағаннан кейін, транжирование жасағаннан кейін лабораторияда тексереді. Вскойсын. Лабораториямыз бар өзіміздің. Сонда жаңағы вскойсы 95%-дан кем болмау керек. Сол нелеріміз ғой, цехта жұмыстарымыз. Жаңағы таратып жатқан нелер. Қант қызылшасы тұқымын дәрілеу. Бұл енді протравливание дейді. Оны енді бидай арпанда сөйтіп жатамыз ғой, протравка жасап. Сол сияқты бұнда сол жаңағы ТМТ обработка жасайды, бірақ судағы ерітіндімен жасаймыз. Тұқымның формасы соқ алтында қалады, бірақ мына сыртында жаңағы не суменен жабысады ТМТ-де. Бұның бір заманы кепкеннен кейін мынау үгіліп түсіп қалады. Қоршаған ортаға зиян. Енді мына тұқымды инкрустациялау дейді. Бұл енді жаңағы ядохимикаттарды клейменен жапсыратына. Бұнда да формасы соқ алтында сақталады. Клеймен жақсы кетеді. Клеймен жапсырылады. Бұның бір жақсысы жаңағына сушилкада жақсы кебет. Содан кейін сепкенде тез шығады бұл. Онша көп ылғалды қажет етпейді. Мысалы қызылшаның тұқымы өліп шығу үшін өзінің салмағынан 150% суды қажет қылады. Әлем сол 150% су бұнаға келсе, мынау жер құрғақ кезде кейде бұна себу мерзімінен кешігіп қаламыз да, сол кезде осында инкрустацияланған тұқыммен еккен жақсы. Бірақ бұның бір кемшілігі гектарына 1,4 пассионная единица беріледі. Соны сақтау мүмкін емес бұнда. Өйткені ана пневматическаның ячейкасына 2-ден 3-тен жабысып қалады. Мынау инкрустацияланған тұқымдар. Енді келесіміз мұна дрожжелеу. Бұны жаңағы айтып көрсетіп жатырмыз, түйіншіктеп шығарады. Бұның бір жақсылығы, қанша нормамен егесің, қанша нормаға қоясың сейкал, тура сонша түсіреді. Доптамалап, өзі ячейкаға бір-бірден тұрады. Сиретудің қажет жоқ. 14-18 сантиметрден жаңа тұқымдар түсіп отырады. Бұл енді дрожжелеген тұқымды жақсы өңделген, ылғалы бар жерде еккен өте жақсы нәтиже береді. Бірақ бір кемшілігі бұл дрожжелеген жағын көрсетші. Дрожжелеген, бір кемшілігі ылғалды көп қажет етеді. 180%-ға дейін ылғал керек. Сонда ғана жақсы всход алуға болады. Бір гектарға где-то 100 мыңдай растение керек қой бізге. 100 мың растение алу үшін 1,4 пассионная единица керек. Жаңа бір коробка шығарамыз ғой, бір пассионная единица. Соның енді 1,5 коробкаға керек қой бізге, бір гектарға. Капсулирование дейді.
жаңа дрожжеленгенге қарағанда бұл сопақша болып келеді. Бұл ана дрожжеге қарағанда жақсы, ылғалды жақсы тартады. Сондықтан да осы мынау заманауи осылай капсулаға орап шығару жөнінде біз қазір келе алмай жүрміз, жасай алмаймыз. Біз дрожжелеп жүрміз, инкрустация жасаймыз. Ал енді мына капсулаға орау өте қиын болып отыр. Өйткені бұның компоненттері бізде жоқ. Қазақстанда шығарылмайды. Капсула дұрыс. Қазір заманауи сол. Мына коробкаларымыз біз. Осы коробкаға бір пассивный единицадан. Соны мынау дозатор дейді. Осы салып береді. Точно салып. Бір пассивный единицадан түсіріп, тура түсіреді. Мына сол дрожжелеп еткен тұқымдарымыз. Коробка семенамыз осындай коробкамен сатамыз. Бір пассивный единица дрожжирование етілген 16 000 теңге. 16 000 теңге. Қазір шетелдікілер 100 000 бір пассивный единицасы. Мынандай болып тұқымдар шығады. Рахмет, назарларыңызға. Тағы сұрақтарыңыз бар ма?